Қайырлы күн, қадірменді қауым. Павлодар облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының ертіс мәдениеті инстаграмдағы ресми парақшасында біз өздеріңізбен әдеттегідей жұма күні қайтадан жүздесіп отырмыз. Өздеріңізге белгілі біздің тақырыбымыз мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, мемлекеттік тілдің бей-жайын қаузау болып табылады. Олай болатын болса, бүгінгі кездесуіміздің қадірлі қонағы Сұлтанмахмұт Торайғыров университетінің аға оқытушысы, гуманитарлық ғылымдар магистрі Қожахметова Баян Рамазанқызы бүгін келіп отыр екен. Ең алдымен алтын уақытыңызды бөліп, осы Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапханаға келгеніңіз үшін өзіңізге көптен көп рахмет айтамыз. Енді мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру аясы еске түскен кезде өзіңіз де сонау 90-шы жылдардың басына бір саяхат жасап ойменен бір барып отырған шығарсыз. Енді менің білуімше өзіңіз сол 90-шы жылдардың басында осы ағартушылық салаға келдіңіз, ұстаз болдыңыз. Ең алдымен мектеп қабырғасындағы оқушыларға сабақ бердіңіз, кейін осы университетке келіп жаңағы аға оқытушы атандыңыз, шәкірттерге білім беріп жатырсыз бүгінде. Енді жалпы сол 90-шы жылдардың басыменен қазіргі кезеңдегі қазақ тілінің жай-күйіне бір тоқталып өтсеңіз, салыстырмалы түрде. Рахмет осында шақырғандарыңыз үшін. Бүгінгі жұма күні әрқайсымызға қабыл болсын деймін. Енді жалпы қазақ тілінің беделін көтеру үшін атсалысып жүргенім рас. Осы 92-ші жылдан бастап мен алдында осы мектеп қабырғасында 4-ші Мақпалиев атындағы Павлодардың 4-ші мектебінде бастадым. Сол кездегі мен қазіргі уақытта енді салыстырар болсақ, әрине жер мен көктей. Ол кезде қазақ тіліне деген жаңағы қазақ тілін үйренем деген адамдардың қазақ тіліне деген көзқарасы мүлдем басқа болатын. Қазақ тілін үйрету үшін бір кәдімгідей біз насихат жүргізіп, қазақ тілін үйрету үшін адам оқушыларға бір сондай қиындау кезең болды. Себебі қазақ тіліне деген көзқарас мүлдем басқа болды кезде, шын айтсақ. Ал қазіргі кезде салыстырсақ, мүлдем басқа. Әрине тіл саясатының дұрыс жүргізілу арқасында деп ойлаймын. Себебі осы тәуелсіздік алғаннан бергі уақытта осы тілдің мәртебесін жылма-жыл ақырын көтеріп келе жатқанымызға мен соған куә болып жүрмін. Бірінші жылдары әрине мектепте қазақ тіліне деген балалардың және мұғалімдердің сол 4-ші мектепте мен мұғалімдерге де сабақ бердім, өзге ұлт өкілдерінің мұғалімдеріне де. Сонда біз тура осы неге біздің үйірмемізге мұғалімдер келсе екен, соларды бір сұрап, бір жалынышты күйде болатынбыз. Ал қазіргі кезде қарасақ, қазақ тілін үйренем деген жаңағы адамдардың саны өте көп. Айтайын дегенім, мысалы, соған қатысты мынау қазақ тілін үйрететін тегін үйірмелер немесе тегін бір курстар жоқтың қасы деп айтуға да болады. Себебі, оны айтып отырған себебі, біз мынау Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы университетте біздің филиалымыз бар Омбы қаласында. Сол Омбы қаласына біз ай сайын барып, енді былтыр пандемияға қатысты біз бара алмай қалдық, ал оның алдындағы жылдары өз филиалымызға барып университетте сабақ жүргізетінбіз. Сабаққа сонда Омбы университетінің студенттері, мұғалімдер, сол Омбы қаласында тұратын қазақтар, тіпті өзге ұлт өкілдері де, орыстар да келіп біздің үйірмеге қатысып, кәдімгідей қазақ тіліне қызығушылық білдіріп жатыр. Себебі Қазақстанның, олардың көзқарасында Қазақстанның беделі өте жоғары екен. Олар бізге сондай қызығушылықпен қарайды. Біз іште айтады ғой, мынау қолда бар алтынның қадірі жоқ. Біз өз тіліміздің несін қадірін өзіміз осында жөнді бағаламасақ та, өзге онда сондай бағалайтын мен көзім жетті. Және онда тегін, сол курсты біз тегін өткіземіз. Сонымен салыстырғанда өзім таңғалып отырамын. Біздің студенттер кей кезде бізден сондай сұрайды, бізге тегін курс өткізіңізші, қосымша біз қазақ тілімен айналысайық деп едік.
қазақ тілін үйренейік деп едік деп айтады, бірақ біз енді әрине өз уақытымыз сабаққа кәдімгідей кесте бойынша сабақты жүргіземіз ғой. Ондай курсты енді біздің университет тарапынан ба немесе осы әкімдік тарапынан ба қалай ұйымдастыру керек екенін білмеймін ғой, бірақ сондай жаңағы сұраныс бар екенін айтып жатыр студенттер. Сонымен қоса айтайын дегенім, мен жалпы өзі магистрлік диссертацияны қорғаған кезде шешендік өнерге қатысты, шешендік өнер, сөйлеу шеберлігі деген тақырыпта қорғадым. Сонда мынау заңгер мамандығында оқитын студенттерге әсіресе осы бағыт өте қызықты, себебі ертеңгі күні жаңағы заң саласында сен біреудің құқығын қорғау немесе керісінше оның жаңағы енді айыптау деген сияқты соны дәлелдер келтіру үшін адам өте сауатты сөйлей білу керек қой. Және егер де ол қазақ тілінде, мемлекеттік тілінде өту керек деген мәселелерді қозғаған кезде студенттер біршама расында да терең ойланып, ертеңгі күні мен жаңағы тергеу барысында болсын, немесе бір дәлел келтіру болсын, немесе сот билігінің алдында сөз сөйлеу керек болған кезде көпшіліктің алдына шығып сөз сөйлеуге қиналып қалады екен. Сондықтан осы студенттердің тарапынан бізге маған осындай курс жүргізсеңіз, сөйлеу шеберлігін жетілдіру, көпшілік алдында шығып сөйлеу дегенде, біз енді сабақ барысында мүмкіндігімізше енді 3 сағат қана беріледі ғой бізге. Сонда осындай көпшіліктің алдына шығып, аудиторияның енді көпшілік болмаса да жалпы өзінің топтас аудиториясының алдында шығарып сөйлетіп үйретеміз. Сонда көздері жетеді қаншалықты сөз бастау қиын дейді ғой. Сол сөз бастаудың қиындығы, өзінің ойын іштей сайрап тұрған керемет ойын сөзбен жеткізу қиындығын сонда өздері жетіп, соның керектігін сезінеді ылғи да. Сондықтан енді айтайын дегенім, осындай бір курстар қосымша студенттерге тек қана жаңағы 3 сағат қазақ тілі немесе бізде кәсіби қазақ тілі деген болған бұрын 2 сағат, соның өзі аздық етеді. Мысалы нақты мақсатты түрде қолданғанның өзінде студенттер оның аз екенін өздері айтып жүреді. Енді түгел студенттер деп айтпаймын әрине, енді кейбір студенттер тек баға алу үшін ғана сөйтіп жүретіндер де бар ғой енді. Бірақ көбінесе өзі жаңағы кәсіби тұрғыдан болашағын осы тілмен байланыстыратын мамандықтарға қатысты көбінесе осындай сұраныстар бар. Енді мынау Алаштың арысы Мағжан Жұмабаев арыстандай айбатты, қырандай күшті, қуатты, мен жастарға сенемін дейді. Нағыз қайнаған жастардың ортасында жүрсіз, қазір сол жастарға тәлім беріп жатырсыз. Жалпы қазір университеттегі жоғары оқу орнындағы қазақ тілінің қолданыс аясы қандай? Енді университетімізде біз қолданыс аясы жалпы бізде іс жүргізу қазақ тілінде жүріп жатыр. Орыс тілінде ресми тіл болғандықтан ол да жүреді, әрине бірақ бұрын мысалы бізде аудармашы болатын. Аудармашылар қазақ тіліндегі, мемлекеттік тілдегі нәрсені, дүниені біз тексертіп, оны сөйтетінбіз. Бірақ бүгінгі күні осы аудармашылық деген жаңағы штаттық бірлік дейді ғой, оны қысқартылды. Себебі қоғамдағы қазақ тілді мемлекеттік тілде игерген, мемлекеттік тілде сауатты сөйлеу білетін жаңа адамдардың саны артуда. Және қазақ тіліне деген көзқарас мүлдем өзгерді. Бұрын егер де енді бір жай қосымша қазақ тілінде деген сияқты бұйрықтың қазақ тіліндегісін қоса салу деген сондай болса, қазіргі күнде керісінше мемлекеттік тіл статусы өз жаңағы айтады ғой, несін қадір қасиетін күннен күнге күшейтіп келе жатыр. Сондықтан ол енді заңдылық деп ойлаймын, ол кез келген дамыған мемлекеттерде мемлекеттік тілдің жаңағы өз беделін солай уақыт өте келе өз жаңағы қадір қасиетіне ие болатынын мен енді осы жаңағы біздің
семинарларда да айтып жүремін, студенттерге де түсіндіріп айтамын. Бұл мәжбүрлі түрде, мемлекеттік түрде үйрен, сен қазақ тілі ертең саған керек деген ешқандай ондай сөз жоқ бізде қазіргі кезде. Себебі қазақ тілі бізде мемлекеттік тіл болғандықтан ол өзінің деңгейін ақырын-ақырын алып келе жатыр. Сондықтан мемлекет аудармашының жоқтығының өзі бір соның белгісі деп ойлаймын. Себебі әрбір жаңағы құрылымдық бірліктерде бізде кез келген жаңа хатшы болсын, кез келген маман болсын, өздері мемлекеттік тілде сауатты жаза алады, сауатты сөйлей алады, және сондай мамандарды жаңа тартуға жауаптылық бар деген сияқты. Біз оны да атап өтеміз. Жаңағы қорқыту сондай емес, ол кәдімгі біздің жаңа сабақ кестесі түсіндіріп студенттерге де жаңағы біз семинарларда да түсіндіріп айтамыз. Оның мән мағынасы неде? 24-ші бапта жаңағы тіл туралы заңның бұзылғаны үшін жауаптылық деп аталады. Сонда тіл туралы заңның бұзылуы дегенді қалай түсінеді? Жаңа қандай жағдайда ол бұзылған болып есептеледі, соған мысалдар келтіріп, біз енді ол біздің қалауымыз немесе біздің бір ұлттық мүддемізді қорғау деген сияқты емес, ол кәдімгідей үкіметтегі өзі қабылданған заңға сәйкес біз жұмысты түсіндіреміз. Енді шәкірттеріңіздің арасында өзге ұлт өкілдері бар ма? Қазақ тілін үйреніп жатқан? Иә, бізде мысалы өзге ұлт өкілдері көбінесе енді бір қызығы расында да біздің қазақтардан гөрі өзге ұлт өкілдері қазақ тіліне деген қызығушылықты көбірек білдіреді. Сонымен қоса енді біздің кафедрамыз осы былтырдан бері үш тұғырлы кафедра деп аталады, бірақ оның алдында біз журналистика кафедрасымен бірге болдық. Сол кезде біздің журналистикамыз мамандығына көптеген мысалы Қытайдан, Монғолиядан, Пакистаннан студенттер келіп түсіп жатты. Сондағы бір қызығы, осы Пакистаннан келген бізде Интисар деген бір студентіміз болды. Ол мүлдем жаңағы орыс тілін түсінбейтін бала. Жаңа Қытайдан келген Ербол Заңғар деген бала болды. Ол да түсінбейді. Жаңа көп сөздерді Монғолиядан келген студенттеріміз де орыс тілін түсінбейді. Сол кезде мен осы мысал ретінде түсіндіріп айтамын. Мысалы ол жаңа 24-ші бапты келтіремін ылғи. Мысалы ол кез келген маманды сынау үшін емес, ол нақты өзінің осы Қазақстанға келіп мемлекеттік тілде сөйлеп орыс тілін білмегендіктен қазақ тілінде өзіне қызмет көрсетуді сұрайды. Міне осы кезде заң бұзушылық болып есептеледі. Президентіміздің айтқан сөзін желеуіне алып, мысалы орыс тілінде әдейі сұрап қызмет берушіні, мысалы хатшыны болсын, сатушыны болсын, әдейі сұрау емес, мұнда әдейі сұрап қазақ тілін біле ме, білмей ме деп сынау емес, нақты өзінің жаңағы өзіне қажет жұмысты енді орыс тілін білмей тұрғандықтан сұрап тұр ғой. Сондайға мысал келтіреміз. Яғни кез келген көпшілікпен жұмыс істейтін жердегі мамандар міндетті түрде мемлекеттік тілді білу керек. Ол заң бойынша. Ол біздің жаңағы ұлтымызды қорғап, немесе оны бір жоғары санап деген сияқты ондай ой жоқ бұл жерде. Мынау Олжас Сүлейменовтің жақсы бір сөзі бар ғой, орысша айтқанда возвысить степь, не принижая горы деген. Яғни өзге ұлтты ол төмендету деген емес, өз ұлтымызды, өз тілімізді сүйіп, өз тілімізді ұлықтау, ол өзге тілді төмендету деп білмеу керек. Сондықтан бұл жерде заң бұзушылыққа қатысты мен енді атап өттім. Сол студенттеріміз біз енді қаншалықты біз өзіміз таңғалсақ та, өзге мемлекеттен келсе де, мысалы Пакистаннан келген студентті мен таңғаламын, қазақ тілінде таза сөйлейді, орысша сөйлеу білмейді. Біздің жаңағы кей кезде деканатта немесе басқа бір бөлімшелерде орысша сөйлеп тұрады, сонда ол таңғалады, қалай сіздер өзі Қазақстанда тұрып басқа тілде сөйлейсіздер ме, мен мұнда қазақ тілін үйренуге келіп едім деп. Сонда ол кәдімгідей енді Пакистан мемлекетінен өзінің бір миссиялық жаңағы оның болашақ енді Қазақстанмен байланыс орнатуға қатысты бір маман ретінде мүмкін жіберіп отырған шығар.
Сондықтан айтайын дегенім, сол интисарымыз бізде қазақ филологиясына ауысты. Себебі біраз журналистикада бір курс оқыды да, содан кейін ары қарай қазақ филологиясына, яғни қазақ тілін тереңдетіп оқу, қазақ тілі маманы болып шығу үшін жаңа ауысты. Ал енді орыс тілді, мысалы бізде Марина Сахарова деген тележүргізушіміз бар ғой. Ол қыздар бізде енді қазақ тілі несіне тобына түсті. Қазақ тілінде ол өзімен өзі Баянауыл ауданы Бірлік ауылынан да сол менің жерлесім Сахарова. Керемет қазақ тілінде сөйлейді. Енді айтайын дегенім, Бірлікте соншалықты мысалы қазақи ауыл деп айта алмаймын, орысша сөйлейтіндер де көп онда. Бірақ көрдіңіз бе, ол ана ішкі санасына байланысты адамның әр қайсының. Кейбір адамдар қазақ тілін үйренуге мысалы жеке біз репетиторство дейді, сондайға да жазылады кейбір адамдар. Сонда қаншалықты мен үйрене аламын, 3 айда, 2 айда деп сөйтіп уақытты шектеп қояды. Мен сонда айтам, ол адамның ішкі санасының ішкі қажеттілігіне байланысты. Сіз мысалы оны 1 айда да, 2 айда да үйреніп алуға мүмкіндігіңіз бар, егер де іштей сізде бір уәж мотивация болса. Ал егер де мен сізге ақша төлеп отырмын, сіз мені тура үйретіп беріңіз деп мәжбүрлейтін болса, ондай көзқараста тілді үйреніп игеріп алу деген қиын. Сондықтан әр қайсының, әр адамның өзінің ішкі қажеттілігі, өзіне сол тіл қаншалықты қажет, ертеңгі күні сіз жаңағы қандай мақсатта оны үйренгіңіз келеді, соны осыны біз ылғи анықтап аламыз. Сонда әрине оны анықтап алғанмен қоса біз осы тілдің қаншалықты осы мемлекетте қажеттілігін түсіндіреміз бірінші. Қажеттілігін. Сонда кәдімгідей соны саналы түрде түсінген кезде ғана тілге деген көзқарас, қажеттілік пайда болып жатады. Бәрекелді, енді сіз ғылым жолында жүрсіз, ұстазсыз. Жалпы қазақ тілін дамыту барысында қандай әдістемелік құралдарға сүйенесіз, қандай жұмыстар жасалып жатыр? Енді біз жалпы әдістеме, мен жалпы бұрын мектепте жұмыс істеп жүрген кезде осындай семинарларға қатысамыз ғой. Сол кезде семинарға барған кезде ылғи да бір енді мектепте уақыт, ғылыммен айналысуға уақыт жоқ қой. Ғылыми әдістемелік әдебиетті соншалықты бір іздестіріп, оны бір несін игеруге уақыт болмағандықтан біз ылғи осындай семинарлардан бір нәрсе алсақ деп келетінбіз. Сонда көбінесе қарнымыз ашып, сондай нәрселер дүниені ала алмай кететінбіз. Сондықтан мен қазір міне осы көшпелі семинар өткізіп жүрген кезде көбінесе өзінің сол мектептен жинаған, қазіргі университетте істеп жүргендегі жинаған тәжірибеммен өзі оқытушылармен, мұғалімдермен бөлісуге тырысамын. Енді әдістемелік жағынан әрине біз қазір деңгейлі оқыту әдістемесіне көштік. Ең бір тиімді әлемде мойындалған деңгейлетіп оқыту әдістемесі арқылы оқытып жатырмыз. Себебі біз оны ана тілі ретінде оқыта алмаймыз. Әрине өзге ұлт өкілдері немесе қазақ тілін дұрыс білмейтін студенттерге, оқушыларға міндетті түрде сол деңгей, сонымен қатар жаңағы мемлекеттік қызметшілерге де біз кей кезде сабақ беріп жүреміз. Ішкі істер департаментінің мамандарына біз жүргіздік курс ретінде. Сонда деңгейлетіп оқыту. Сонымен қоса бұның қажеттілігі жаңа кастес ертеңгі күні кез келген бір мемлекеттік қызметке орналасу қажет болған кезде кастес тапсыру талабы бар ғой қазір. Сондықтан кастес тапсыру үшін де деңгейлетіп оқыту, А1 ең қарапайым деңгей, сосын А2, Б1 деген орта деңгей бар, содан кейін ары қарай солай жоғары көтеріле береді. Бұл ең сондай бір тиімді әлемдік деңгей, әлемдік жаңағы неде мойындалған сондай бір әдістеменің бір түрі болды. Және бізге осы әдістеме өте бір тиімді әдіс деп ойлаймын. Және өз көзіміз жетіп соған. Енді уақытымызда біздің шектеулі, мынау келген жақсы дүниені қоғамға сіңіру үшін, қоғамға тарату үшін, насихаттау үшін сол дүниені адам ең алдымен өзінен бастау керек деп ойлаймыз. Сондықтан қысқа нұсқа сұрақ қояйын, соған я немесе жоқ деп, немесе қысқа жауап берсеңіз, дүкендегі сатушымен қай тілде сөйлесесіз? Өз мүмкіндігім
мүмкіндігінше қазақ тілінде сұраймын мен. Мүмкіндігінше. Енді мүлдем түсінбей тұрса, оны мәжбүрлеп немесе оны бір сондай ыңғайсыз жағдайға итермелеу, қасқана былай айтады ғой, оны видеоға түсіріп жататын бейне жазбаға. Ондай әрине мен ешбір ұлтты бір кемсіту немесе бір оны сондай бір кінә тағу деген ондай ешқандай ойымда болған жоқ. Себебі мен екі тілді де жетік сөйлей аламын. Сондықтан өзім кей кезде аңғармай қалам қай тілде сөйлеп тұрғанымды. Сондықтан бұл жаңағы мәселе менде соншалықты бір менің жандық тура жанитын немесе сондай бір тура менің көкейімде бір сондай бір айтады ғой, бір ашуымды туғызатындай ондай емес. Себебі мен екі тілді де жетік меңгергендіктен оған соншалықты мән бермейді екенмін. Себебі ол қазақ тілінде айтып тұр ма, орыс тілінде айтып тұр ма, кей кезде мен аңғармай қалам. Себебі түгелінде дұрыс қабылдап тұрамын ғой. Сондықтан көбінесе қазақ тілінде сұраймын. Жалақы аласыз ғой? Банкоматта қай тілді? Банкоматта қазақ тілінде жазамын. Енді қазақта қанатты сөз көп, мақал мәтел көп, мақал сөздің мәйегі деп жатамыз. Тіл туралы қандай мақалды немесе мәтелді жиі қолданасыз? Енді өнер алдық қызыл тіл дейді ғой. Кез келген қазақта тіл өнерін, тіл шеберлік өнерін тілден бастаған кез келген өнерді, кез келген жаңағы кәсіпті тілден бастайды екен. Себебі қаншалықты адам тілді игерген болса, соншалықты сол кәсібін ары қарай дөңгелетіп алып кетуге мүмкіндігі бар. Енді әрине ол көбінесе бізде мынау тілмен байланысты мамандықтарға қатысты айтып жатырмын. Енді мүлдем сөйлемей де істейтін кәсіптер бар ғой, оған қатысты айтылып жатқан жоқ. Бірақ соның өзінде де бір қызығы мен айтайын деген, жаңа кез келген мынау ғылым саласында жүргендіктен бір әдебиеттерді оқимыз ғой, сонда бір қызығы мынадай екен. Мысалы, кез келген ғылыми салада бір даму үшін сол саланың терминдері қаншалықты дамыған, атаулары қаншалықты дамыған болса ғана сол ғылым алға басады екен. Егер де терминдері дұрыс жаңа аударылмай немесе дұрыс жаңа глоссарий дейміз ғой, сол егер де қалыптаспаған болса, онда сол ғылым біраз дамымай қалады. Саланың өзі де тоқырап қалады. Сол атауға, яғни тілге байланысты болып тұрады. Бәрекелді. Қазақ тіліндегі жаныңызға ең жақын әдеби үш туынды немесе үш кітапты атасаңыз? Енді әрине ол бөліміздің бір керемет мынау ұлттық өзегіміздің бір несін құрайтын Абай жолы, әрине. Сосын Қызыл жебе дегенді оқып, мен жаңа оқыған кезде тура көзінен жас ағып кереметтей сондай керемет жазылған сол кітапты оқыған. Шерхан ағамыздың кітабын. Содан кейін қан мен тер оқыдым. Сол кітаптар бар. Сол кітаптарды арасында қайталап, енді мен әдебиетші болмасам да сол кітаптарды оқып өзіме бір сондай бір азық алып отырамын сол кітаптарды. Бәрекелді. Енді сіздің оқыған шығармаларыңызға қарап қалғаныңызға шын мәнінде таңғалып отырмын. Енді сіздің ойыңызша, өзіңіздің жеке пікіріңізше, ана тілін білмеген адам иә, қазақта айтады ғой, жеті атасын білмеген жетесіз деп. Тура сол сөзге мен ана тілін білмеген де жетесіз. Яғни көп дүниеден құр қалған, көп дүниеден хабарсыз, көп дүниені жоғалтқан деп есептеймін. Себебі мен өз басым орыс мектебінде бітіргем. Бірақ осы жаңағы кезінде сондай бір ұстаздардың жаңағы намысымызды дұрыс жанып, кәдімгідей осы бағытқа ауысуының себебі, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын таңдауының себебі де осы тілді игеру, жаңағы қазақ тілінің соншалықты бір құндылығын өзіме бойыма сіңіру деп жаңағы, және сол арқылы мен өзімнің жан рахатын аламын тілден. Және сонымен қоса енді бұрын өлеңнің несін түсіне қоймайтынмын. Өлең сөздің патшасы деп Абайдың керемет сөзі бар ғой. Сонда неғұрлым тіл шеберлігі, сөйлеу қабілеті жоғары болса, адам сол ғұрлым өлең сөзінің несін өзіне
дұрыс қабылдайды екен, өлең сөзінің деңгейіне көтеріледі. Сондықтан біздің енді жаңағы ақын жазушыларымыздың бұрынғы кездің, мен осы диссертациямда да жазған, бұрынғы кездің жаңағы жыраулары, жыршылары қазіргі кездің біздің ақын жазушыларымыз екен. Жырау деп егер де бұрын айтсақ, ол қазір бізде кеңес үкіметі дәуірінің орнауына байланысты ол кісілердің атауы бізде жырау деп атамаймыз, би шешен деп атамаймыз, оларды қазір жазушы, ақын деп атаймыз. Бәрекелді. Енді біз өзі жалпы қазақтың тілін ең бай тіл, ең шұрайлы тілдердің қатарына жатқызып мақтанып жатамыз. Қазақта жақсы сөз жан ырысы деген жақсы бір қанатты тәмсіл бар. Ендеше сіздің ана тілдегі ең жақсы көретін сөзіңіз қандай сөз? Енді мен осы сөзге қатысты бір сөзді ғана айтсам, енді ол бір аздық етер. Мен Абайдың керемет 5 сөзін ылғи студенттерге де оқушыларға да айтып жатам. Ең өлең сөздің, кешіріңіз, өтірік, өсек, мақтаншақ. Өтірік, өсек, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бұл 5 дұшпанның, адамның 5 дұшпаны десек, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асыл іс қойсеңіздер. Қанағатшылдық, яғни біздіңгі кезімізде, мынау Мәшһүр Жүсіп атамыз да айтқан ғой, мынау осы келешек ұрпаққа мен жаңағы уайымдаймын, себебі олар баршылықпен сыналады деп. Баршылықпен, яғни біздің кезімізде түгелі бар, яғни сынақ бізде осы баршылықпен сыналып жатыр. Сырапшылдық болмау керек, қанағатшылдық. Сонда мен қазіргі кездегі ең бір өзекті мәселе және бір көкейіндегі тұрған сөз қанағатшыл бола білу деп ойлаймын. Бәрекелді. Қадірменді көрермен, біз сіздермен әдеттегідей жұма күні мемлекеттік тілдің көсегесін көтеру және мемлекеттік тілдің төңірегіндегі әртүрлі мәселелер бойынша сұхбат өрбіттік. Бізбен бүгін қонақта болған, жарқын жүздесуге келген Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы университеттің аға оқытушысы, белгілі ұстаз, белгілі ғалым Қожахметова Баян Рамазанқызы болды. Келесі жұмада жүздескенше аман сау болыңыздар.